Киевке пойызбен жеткен Батыс пен Еуропалық одақ басшылары тәуелсіздік күніне арналған шараларға қатысуда. Қонақтар ниет білдіргендер коалициясының жиынында қауіпсіздік кепілдіктерін талқылап, Владимир Зеленскиймен екіжақты келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Скандинавия мен Балтық жағалауы елдерінің лидерлері Украина президентімен бірге мемлекеттік ту күніне арналған салтанатты рәсімге қатысып үлгерді. Підтримуючи і допомагаючи нам наші справжні друзі і партнери. Всі, кого я неймовірно радий бачити зараз тут, дійсно наші друзі, наші брати і сестри. Бұл сапар Зеленскийге сайлау өткізу туралы қысым артқан тұста өтіп жатыр. Алайда президент соғыс кезінде дауыс беру өте қауіпті әрі ішкі бірлікті ыдыратады деп ескертті. Елде 2022 жылдан бері әскери жағдайға байланысты сайлау тоқтатылған. Мұнымен қоса соңғы күндері Ресей әуе соққысын үдетіп, бейбіт халық арасындағы шығын көбейді. Мәскеу Украинаның әуе қорғанысы әлсіреген сәтін өз пайдасына жаратуда.